Сәлем қымбатты достар, сіздер ғалам және табиғат арнасын көріп отырсыздар. Бүгін біз жер туралы 25 қызықты фактіні қарастырамыз. Бұл видеоға үлкен саусақпен жоғары басуды және егер сіздер мұнда алғаш рет болсаңыздар, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Өздеріңізге дәмді бір нәрсе алыңыздар, ал біз бастаймыз. Жерден басқа барлық планеталар римдік және грек құдайларының аттарымен аталған. Тек жер әртүрлі тілдерде әртүрлі атауларға ие. Ежелгі грек тіліндегі жер атауы Гея құдайының атымен сәйкес келеді. Содан кейін ол біздің планетамызбен байланысты басқа сөздерге енді. Геология, геолокация және тағы басқа. Сонымен қатар көптеген сөздер латын тіліндегі жер атауынан, яғни тер деген сөзден пайда болады. Мысалы, террариум, терраса. Жер шар тәріздес, бірақ адамдар ұзақ уақыт бойы бұған күмәнданды. Жердің радиусы соншалықты үлкен, сондықтан оның бетінде тұрған адамға жер тегіс болып көрінеді. Жердің шар тәріздес екенін нақты көру үшін тек ғарыштан, яғни жер бетінен 100 шақырымнан жоғары көтерілгенде ғана болады. Сондықтан адамдар ұзақ уақыт бойы жердің тегіс екенін ойлады. Жердің шар тәріздес формасы туралы алғаш айтқан адам біздің заманымызға жеткен деректер бойынша шамамен 2500 жыл бұрын өмір сүрген ежелгі грек математигі Пифагор. Орта бойлы адам жазықта тұрғанда шамамен 4-5 шақырым қашықтықтағы заттарды көреді. Одан да алыс заттар горизонттың ар жағында жасырынып қалады, бірақ өте биік тауға шықса жүздеген шақырымға дейін көруге болады. Жер күн жүйесінің бір бөлігі және басқа планеталармен бірге күннің айналасында айналады. Алайда адамдар ұзақ уақыт бойы жер әлемнің ортасында орналасқан деп есептеді, ал күн мен басқа планеталар оны айналады деп ойлады. Орта ғасырлық Еуропада басқаша ойлағандарды инквизиция тіпті отқа жағуы мүмкін еді. Жер күннен санағанда үшінші планета Меркурий мен Венерадан кейін. Жер мен күн арасындағы қашықтық 150 миллион километр. Жер күн жүйесіндегі барлық планеталардың ішінде ең үлкен емес, бірақ қатты беті бар планеталардың ішінде ең үлкені. Басқа осындай планеталар Меркурий, Венера және Марс, және барлық осы планеталар жер тобына жатады. Жер күн жүйесіндегі барлық планеталардың ішінде өмірі бар жалғыз планета. Неліктен өмір жерде ғана бар, ал басқа планеталарда жоқ? Бұған бірнеше себеп бар. Біріншіден, жер күнге тым жақын емес, сондықтан мұнда ыстық жоқ, және тым алыс емес, сондықтан мұнда қатты суық жоқ. Екіншіден, жердің тығыз атмосферасы мен магниттік өрісі бар, ол оны ғарыштық радиациядан қорғайды. Үшіншіден, жерде сұйық күйдегі су көп. Жердің жасы 4,5 миллиард жылдан сәл артық. Күннің айналасында айналып тұрған шаң бұлтынан күн пайда болғаннан кейін көп ұзамай жер қалыптасты. Жердің серігі бар, оны ай деп атайды. Қазіргі ғалымдардың пікірінше, ай жердің басқа ірі планетамен соқтығысуы нәтижесінде пайда болған қалдықтарынан қалыптасқан. Соқтығысудан кейін ғарышқа лақтырылып шыққан балқытылған тау жыныстары алдымен біздің планетамыздың айналасында орбитаға шықты, содан кейін бірігіп айды қалыптастырды. Бұл шамамен 4,5 миллиард жыл бұрын болды. Пайда болғаннан кейін ай жерден небәрі 60 мың шақырым қашықтықта болды. Ол кезде ай өте үлкен болып көрінді және жерде алып толқындар тудырды. Бірақ уақыт өте келе ай жерден алыстап, қазір 384 мың шақырым қашықтықта орналасқан. Пайда болғаннан кейін жер өте ыстық болды, оның беті балқытылған тас болып табылды. Алайда уақыт өте келе тау жыныстары қатайып кетті. Бүгінгі күнге дейін жеткен ең көне тау жыныстарының жасы шамамен 4,2 миллиард жыл. Жерде өмір шамамен 4 миллиард жыл бұрын пайда болды, бірақ ұзақ уақыт бойы ол біздің планетамызда тек микроорганизмдер түрінде ғана болатын. Біз микроскопсыз көре алатын алғашқы күрделі көп жасушалы тірі организмдер тек шамамен 700 миллион жыл бұрын пайда болды. Жердегі табиғи жағдайлар оның тарихында өте қатты өзгерді. Біздің планетамыз қорқынышты ыстық және толық мұздану кезеңдерін бастан өткерді. Атмосфераның құрамы да қатты өзгерді. Оның тарихының көп бөлігінде адам скафандрсыз жердің бетінде тіршілік ете алмайтын еді. Жердің беті қатты болғанымен, біздің планетамыздың көп бөлігі сұйық күйде. Қатты жер қыртысының қалыңдығы мұхиттардың астында 5-10 шақырым, таулы массивтер астында 70 шақырымға дейін жетеді. Тереңірек жерде балқыған жыныстар орналасқан. Ядросына жақындаған сайын заттар тығыздалып ыстық болады. Жердің орталығында заттардың температурасы күннің беті сияқты 6000 градус Цельсий, ал қысымы 300 миллиард паскальдан асады. Бұл атмосфералық қысымнан 3 миллион есе көп. Жер қыртысы тұтас емес, ол жеке бөліктерден литосфералық плиталардан тұрады. Бұл плиталар бір-біріне жылына бірнеше сантиметр жылдамдықпен қозғалады. Бұл аз сияқты көрінуі мүмкін, бірақ миллиондаған жылдар бойы бұл қозғалыс жердің келбетін қатты өзгертеді. Материктер мен мұхиттар пайда болып жойылады. Жаңа таулы массивтер литосфералық плиталардың шекараларында, яғни жер қыртысы ең жұқа жерде пайда болады. Жиі жер сілкінісі мен вулкан атқылаулары орын алады. Литосфералық плиталардың қозғалысының нәтижесінде жердегі құрлықтар периодты түрде жеке материктерге бөлініп, бір үлкен материкке жиналады. Соңғы рет бір үлкен материк, Пангея, жерде шамамен 200 миллион жыл бұрын болған. Біз үшін айымыз оңынан туып тұр. Себебі біз салыстырмалы түрде тыныш уақытта өмір сүріп жатырмыз, ал өткен ғасырларда литосфера плиталарының қозғалысы үлкен көлемдегі лаваның шығуына және парникті газдардың бөлінуіне әкелді.
250 миллион жыл бұрын осындай оқиғаның нәтижесінде лава қазіргі Сібірдің үлкен бөлігін басып қалды. Ал одан кейінгі жаһандық жылыну 90% барлық тірі түрлердің жойылуына себеп болды. Дегенмен литосфера плиталарының қозғалысы тірі организмдерге пайда келеді. Қалай дейсіз бе? Мәселе мынада, вулкандық атқылаулар жер бетіне минералды заттарды үнемі байытады. Егер бұл болмаса, уақыт өте келе барлық пайдалы заттар мұхитқа шайылып кетер еді, топырақ таусылып, жер шөлге айналар еді. Жердегі табиғи ресурстардың көпшілігі тірі организмдердің әрекетінің нәтижесінде пайда болды. Бұл тек көмір мен мұнайға ғана емес, тіпті темір рудасы мен алтын кен орындарына да қатысты. Бүгінгі таңда жер өз айналасында 24 сағатта бір айналым жасайды. Бірақ жердің айналу жылдамдығы біртіндеп баяулап келеді. Мысалы, 1,5 миллиард жыл бұрын күннің ұзақтығы небәрі 18 сағат болған, ал планета пайда болған кезде одан да аз болатын. Жердің айналуының арқасында Лондонның ендігінде жер бетінің әр нүктесі сағатына 950 км жылдамдықпен, ал экваторда тіпті 1674 км жылдамдықпен қозғалады. Осы себепті ғарыш айлағы экваторға неғұрлым жақын болса, ғарышқа ғарыш зымыранын ұшыру соғұрлым жеңіл болады. Жердің айналу жылдамдығы зымыранның жылдамдығына қосылады, ал экваторға неғұрлым жақын болса, қосымша жылдамдық соғұрлым көп болады. Әдетте адамдар жердің айналуын байқамайды, бірақ дәл осы айналу күн мен түннің ауысуына себеп болады және түнгі аспанда жұлдыздардың дөңгелек қозғалысына келеді. Бірақ жердің айналуын көзбен көрсетуге болады. Алғаш рет жердің айналуын айқын дәлелдейтін экспериментті француз ғалымы Фуко жүргізді. Ол үшін өте ұзын іргектегі маятникті пайдаланып, оны қозғалысқа келтірді. Жердің айналуының әсерінен маятникті тербелген жазықтық біртіндеп бұрылды. Сонымен қатар жердің айналуы кез келген қозғалмалы денеге Кориолис күші әсер етеді, ол оны бір жаққа бұруға тырысады. Солтүстік және оңтүстік жарты шарларда бұл күш әртүрлі бағытта әрекет қылады, бірақ кіші масштабта бұл күштің әсері байқалмайды. Ауа және су массаларының қозғалысына ол елеулі әсерін тигізеді. Мысалы, солтүстік жарты шарда барлық циклондар сағат тіліне қарсы айналады, ал оңтүстік жарты шарда керісінше. Қазіргі уақытта жердің айналуы осы оның орбитасының жазықтығына 23,5 градус бұрышпен қисайған. Осыған байланысты 23,5 градустан жоғары ендіктерде күн ешқашан зенитте болмайды, ал 67,5 градустан жоғары ендіктерде полярлық күн мен полярлық түн байқалады. Солтүстік және оңтүстік полюстерде күн шамамен 6 ай бойы батпайды, ал содан кейін 6 ай бойы шықпайды.